Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сүзбелі бәліш өте керемет болып шығады. Сондай нәзік, жұмсақ, сіздерде жасап көріңіздер. Қажетті заттар: қант, жұмыртқа, ұн, сары май, қаймақ және де қопсытқыш. Біріншіден сұйық массаларымызды араластырып алатын боламыз. Яғни қаймақты, қантты, жұмыртқаны және де сары майды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Мінекей араластырып алдық. Енді үстіне ұн мен қопсытқышты ұн елегіштен өткізіп салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей жұмсақ етіп қамыр илеп алдық. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салма дайын болғанша қамырды мұздатқышқа сала тұрамыз. Салмасына қажетті заттар: жұмыртқа, қаймақ, қант, ванильный сахар және де сүзбе. Сүзбенің үстіне қаймақты, қант пен ванильный сахарды, жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Мінекей салмамыз дайын болды. Мұздатқыштағы қамырды алып, формамызға жайып шығатын боламыз. Мен форманы алдын ала майлап алдым. Мендегі форманың диаметрі 24. Бірінші қолымызбен, одан кейін осылай стаканның көмегімен тегіс етіп жайып алатын боламыз. Қамырды бір тегіс етіп жайып алдық. Енді үстіне салмасын салып пісіріп алатын боламыз. Мен алдын ала қызып тұрған пеште 25 минутта пісіремін. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына байланысты уақытын қарайсыздар. Салмамызды салып, барынша тегіс етіп пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.